Ассалаумағалейкум, құрметті достар, әріптестер. Мына кіріп келген жаңа жыл барлықтарыңызға құтты болсын. Жаңа жылда барлықтарыңызға зор денсаулық, бақыт, қуаныш тілеймін. Ойлаған армандарыңызға, алдыға қойған мақсаттарыңызға жете бергейсіздер. Жетекшім мынандай тапсырма берген еді. Енді осы тапсырманы мен өзім істесем де болатын еді, бірақ та менің істегенімді комиссия мүшелері өткізбейді. Өйткені мен өзім істесем, ол субъективный жауап болады дейді. Мен өзімде интерес болғандықтан тапсырмамды өзіме ыңғайлы қылып, қолайлы қылып жауап беру мүмкін да. Соның үшін маған сенбейді. Бұл объективный болу үшін бұл тапсырманың нәтижесі. Бұны қазақ тілде сөйлейтін, түсінетін адамдарға, соларға істету керек, солардың жауап керек. Сонда комиссия мүшелері есепке алады. Осыны жетекшім бөліп бер деген достарыңа, қазақ тілінде сөйлейтін немесе түсінетін адамдарға. Бұл жерде тапсырмада ағылшын тілінде жасалған бір датасет, корпус бар, плагиат системасы үшін. Сол жерде ұқсас сөздер бар. Мысалы, бір текстте екінші қатардағы сөз, екінші текстте бесінші қатардағы сөзмен мәтін тең. Сол сияқты басқа да бірталай тексттер бар. Сол тексттерді мен программа арқылы қырқып алдым да. Бүкіл мәтінді емес, ішіндегі мәтін жаңағы ұқсас жерлерін ғана қырқып алып, оны қазақ тіліне аудардым. Google Translator программасы арқылы. Оған да программа жазғанбыз жетекшімен бірге. Google Translator барлық 20 мың құжаттың бәрін жаңағыдай мәтіндерді аударып шығады қазақ тіліне. Енді осыны 20 мыңның барлығын емес, еш болмағанда 2000, яғни 20 мыңның 2000 қанша болады? 10% ма? Осы 2000 текстті ұқсастығын, қазақ тіліндегі аудармасын, дұрыс қателігін тексеріп беретін, яғни қазақ тілде сөйлейтін адамдар, эксперттер керек. Соған сіздерге мынаны 2000 мәтінді, ұқсас мәтіндерді бөліп бермекшімін. Әркімге сонда 200-ден тиіседі, яғни шамамен. Осыған көмектессеңіздер, қазір мен түсіндіріп өтемін. Мысалы, мына folder 1 деген бірінші адамға берем, мысалда. Оның ішінде кіретін болсақ, 200 бар. 200 мәтін бар да. Мысалы, біріншісіне кіріп көрейік. Біріншісіне кірген кезде, мынау оригиналы, suspicious деген күдікті текст, suspicious документ деген күдікті текст, мәтін. Мынау қай жақтан көшірілген құжат, бірінші құжат пен екінші құжат дегендей ғой. Екеуі ұқсас болады. Соны мен қазақшаға аударғам да. Не үшін мына жерде мысалы source болса, KZ source дегені осының аудармасы. Suspicious болса, KZ suspicious құжаты ол мынаның аудармасы. Кейбір жерлерде мәтіндер ұқсас, кейбір жерлерде ұқсас емес. Соны анықтау керекпіз. Мынандай инструкция берілген. Бірінші жетекшімен біргелікте келісіп мынандай қылып жазғанбыз. Қандай нәрселерге жауап беру керек қазақ тілінде сөйлейтін адамдар, жаңағы эксперттер. Бірінші сұрақ, екі сұрақтан болады. Мына бірінші мен екінші сұрақ. Бірінші сұрақта қазақша аудармасы мағыналы ма? Аудармасы.
иә немесе жоқ. Мысалы, осылардың бәрін мен қазақшалап жазып қойғам, шарт емес, ағылшын тілінен оқу. Міне, мына жерде аудармасы тұр. Қазақша мәтін мағыналы ма? Яғни ағылшыншадан қазақшаға аударылған. Ол мағынасы бар ма? Жоқ деп жауап бересіз. Жоқ деу үшін 0 деп жауап жазасыз. Егер иә дегіңіз келсе, оның екі түрі бар. Иә, бірақ кейбір қателіктер бар деп жауап бергіңіз келсе, онда 1 дейсіз. Немесе ешқандай қателігін байқамай тұрсаңыз, бәрі нормальный болса, жақсы болса, онда 2 деп жауап бересіз, иә дегені. Одан кейін екінші сұрақ, екі файл, яғни suspicious мен source document kz қазақшасы да қаншалықты ұқсас олар бір-біріне. Ұқсамайды деп жауап беретін болса, ол 0. Мысалы, ұқсамайды дегенде 100% ұқсамайды емес, кейбір бәрібір қалай айтқанда да кейбір әріптер демейміз, сөздер ұқсап қалады. Жалпы мәтін ұқсамауы да мүмкін да, бірақ ішінде 1-2 сөз ұқсап қалуы мүмкін. Ондай жағдайда да біз оны ұқсамайды деп есептейміз. Егер толық мағынасы жоқ болса, екі текст мүлдем басқа нәрселерді айтып тұрған болса, бір-біріне ұқсамайтын нәрсені, бірақ ішіндегі кейбір сөздер ұқсас болса да, ондай кезде де бәрібір ұқсамайды деп есептейміз оны. Яғни 0 деп жауап береміз, ондай болып қалса егерде. Кейін ұқсастың 3 түрі бар. Бірінші ұқсас ол жартылай ұқсас, яғни 50%, 60%, немесе 70%-ға шамалас, немесе 40% ұқсас болып тұрса, онда ұқсас деп жауап береміз та. Егер де өте ұқсас болса, яғни 80%, 90%-ға дейін ұқсас болып тұрса, онда біз өте ұқсас деп жауап береміз. Егер де 95%-дан жоғары болса, шамамен 95%, 100%-ға дейін болса, онда бірдей деп жауап береміз. Яғни 3, 2, 1, 0. Қазір біргелікте мысал ретінде бір мәтіндерді мен істеп көрсетем. Сол кезде детально түсінікті болады. Қазір жалпы айтып өтіп жатқаным ғой, инструкциясын. Қандай нәрселер бұлар? Көрейікші. Мысал ретінде. Source, ағылшыншасын көрейік. Мындай сөздер тұр. Federally regulated financial institutions, тағы нәрсе. Екінші, мынау жаңа күдікті текст. Federally regulated, бірдей болып тұр, бұлай қарасақ. Сондай сұрақ осы екеуінің. Енді қазақшасын қарайық. Source. Федералды реттелетін қаржы институттары осы бағалау үшін болжанғандар сияқты ірі жер сілкінісі болған жағдайда маңызды қызметтерді алға жылжыту қабілетін анықтау үшін жалпы талдаудан өтті дейді. Ұзын сөз екен. Енді мынау күдікті текст. Suspicious. Қазақшасы көрейік. Үлкен жер сілкінісі жағдайында федералдық реттелетін мекеме қаржылық институттары бар объектілерді жалғастыру қабілетін анықтау үшін жалпы талдау жасалды дейді. Енді бұны қазір мен бұларға енді жауап жазатын болсақ, осыларға info дегенге жазамыз. Инфоның ішіне сіз жауабын жазасыз. Мәтіні ұқсас, мағыналы бірінші сұраққа, мағыналы, толық мағыналы, қатесі де жоқ. Онда 2 болып жауап жазылады. Одан кейін екінші сұраққа екеуі қаншалық ұқсас? Менімше бірдей болып тұр, бұлай қарасақ. Енді көзіме айтқанда да. Бірақ енді өздеріңіз шешесіз. Мен жауап жазған болмайды. Сіздер өздеріңіз шешу керексіздер. Сіздерге мысал ретінде мына текстті көрсетейін. Өзіме 5-еуін таңдап алдым ішінен. Инструкция мынандай жерінде тұр, сосын ішінде де бар инструкция. Сіздерде де дәл сондай инструкция. Мысалы, мына фолдерге кірсек, folder 1. Мына жерде
онлайн істесең, яғни Google Drive-тың ішінде тұрып істесек, қатып қалады да, өте ақырын істейді жұмыс. Сондықтан бұда тікелей Google Drive-та жұмыс істеудің орнына оданша жүктеп алған мақұл компьютеріңізге. Сосын жылдам істеледі. Әйтпесе қиын. Мен де қазір мына даунлоад қылайын. Мынандай оң жағын басасыз мышканың. Сосын мына жерде даунлоад деген бар. Соны басасыздар. Сонда компьютерге міне жүктеліп жатыр. Міне қарасаңыздар. Толық жүктеліп болсын. Zipping файл. Міне жүктеліп түсіп болды. Міне мына жаққа келді. Енді показать все деймін да. Міне показать папке. Қай жерге келіп түскен болса, соны міне бірінші болып тұр, соңғы түскені. Соны копировать қыламын. Сосын копировать қыласыз да сіздерде. Сөйтіп рабочий столға мына жерге папка ашасыз. Папка ашасыз. Мысалы мен бір деп қояйын. Бірінші папка. Сөйтіп сол жерге тастаймын. Вставить қыласыз. Яғни былай вставить қыласыз. Сонда келіп түседі. Енді бұл негізінде архивталған болып түседі. Архивталған болып түседі. Оны ашу керекпіз архивтан. Извлечь, яғни оң жағын басасыз да, извлечь текущую папку дейсіз. Осы папканың өзіне ашып береді сонда. Міне. Архивті ашып берді. Енді мына жерде бесеуін өзіме алғам. Сіздерге мысал ретінде түсіндіру үшін. Осыларды қазір мен істеп көремін. Көз алдыңызда. Міне, бірінші құжатты ашамыз. Бағанағы инструкция тұр мына жерде. Айтпақшы, тағы бір айтатын нәрсе бар мына жерде. Тағы айтатын нәрсе. Бастапқыда сіздер мына жерді ашқан кезде мынандай болып тұрады ол. Мынандай жерінде Word болмайды да. Мына свойствосына кіресіз. Мына жерде Word болмайды, бастапқыда блокнот болып тұрады. Мынандай болып тұрады. Міне, бұлай ашқан кезде ол блокнот болып ашылады негізінде. Мынандай блокнотны ашса өте қиынды түсіну. Себебі бәрін бір қатарға жазып тастайды да. Осындай болмау үшін сіздер кез келген мына құжатты свойствосына кіресіз. Мынандай оң жағын басып, мышканың свойствосына кіріп, мына жерде блокнот дегенді ауыстыру керекпіз. Осыны Wordқа ауыстыру керекпіз. Word мынандай жерде тұрады. Немесе бұл жерде тұрмаса төменде болады. Төменде мына жерде выбор другие программы деген жерде. Бұл жерде де жоқ болса, онда обзорды басасыз да, обзордан жаңа ярлык іздейсіз, жаңа Wordтың ярлыгы. Қай жерде бар болса, сол жерден тауып аласыз. Менікінде мына жерде тұр, мына бірінші рекомендуемые программы. Осыны Word таңдаймын, окейді басамын да, сөйтіп применить басамын, сөйтіп окейді басамын. Сонда ендігі сапар бұдан былай ашқан кезде бірден Wordпен ашады. Сосын UTF-8 деген таңдайсыз. Unicode UTF-8 деген, универсальный деген қазақ тілін. Мынау не үшін шығып жатыр? Өйткені мына жерінде қазақша әріптер бар ғой. Соны танымай жатыр да. Соны тану үшін сіздерде рекомендовать етіп жатыр өзі. Ұсынып жатыр. UTF-8 таңдаңыз. Сіздікі түсініксіз дегендей алып. Қайттан басайын, жоғалтып алдым жаңа UTF-8-ті. Қайттан басайын. Өзі шығады UTF-8 міне. Unicode UTF-8 дегенді өзі соны ұстап тұр, тауып. Иә деп осыны таңдаймын. Сол кезде қазақ тіліндегісін оқитын болады. Міне, қазақша мәтіндерді оқи алады сонда, әріптерді. Яғни жаңағы қазақша жағынан қарай берейік бірден. Мына ағылшын жағынан қарамайық. Қазақша мәтіндер мағыналы ма? Мына бірінші текстке жауап беретін болсақ. Көрейік енді қазақшасын. Source'ты ашамын. Міне. Екінші мына біреуді ашамын. Мына жерде тұр ғой. Міне. Енді қараймыз. Source'ты ашамын. Parsons біздің
бас жүкшіміз бәлкім олардың ішіндегі ең ұлысы. Бірінші курс студенттері оған алаңдарын көтереді. Ал шығыс студенттері бірінші курста аяқ киімдерін шешпестен портердің үйіне сирек кіреді дейді бірінші мәтін. Кейін suspicious күдікті мәтін. Бұл 2-3 сағат бойы жалғасады. Сол маңда тұратындар аттары тұрып үйлеріне мінеді. Ұзыннан келгендер хоганда ұйықтайды, немесе көрпеге оранып ағаш түбіне ұйықтайды дейді. Қысқасы мен қазақшасында мен қате тауып тұрғам жоқ, ешбір қатесін сезіп тұрғам да жоқ. Бәрі дұрыс сияқты. Мынау басқа нәрсе. Қаяқта жаңағы. Міне. Сосын мынаны ашамын. Мына инфо деген осы жерге жауап жазу керекпін. Бірінші сұраққа жауап жазу үшін мен бір деймін да, сосын бірінші сұрақ деген ғой, енді мына бір деген. Бір деймін да, сосын екіншісі жауабы, осы бірінші сұрақтың жауабын, егер де мен мынаны таңдағым келсе, мына иә деген толық қатесі жоқ деген мағына ғой. Онда мен бірден кейін екінші жазам, 12 деп жазам да, яғни. Келесі сұраққа Enter'ді басам да, сонда жаңа қатардан басайды да, абзацтан басайды, яғни деген. Таза жолдан басайды. Енді екеуі ұқсас емес қой мынау. Былай қарасақ, мынау Парсонс туралы айтылып жатыр, екіншісі мынау басқа нәрсе туралы айтып жатыр, студенттер туралы айтып кетті ма. Демек, ол мүлдем ұқсас емес. Қандай? Сұрақтарда, міне, ұқсамайды деген, 0 деген таңдаймын да. Демек, мына жерге екінші сұраққа жауап 0 деймін да, 20 болады да сонда. Осылай жауап берем. Enter'ді басам, сөйтіп сохранить етуді ұмытпаймын. Мына жерде сохранить тұрады жоғарысында, немесе сіздерде мына жерде де тұру мүмкін. Файлдың ішінде тұру мүмкін. Мына жерде тұру мүмкін. Иә деймін. Сақтаймын да. Сосын жауап қоямын. Болды. Біріншісін істеп болдым. Сөйтіп тексеріп көрем. Жаңағы жазған жауабым сақталып қалды ма? Соны тексеріп көрем. Ашып қарасам, не сақталып тұр? 12, 20 дұрыс. Болды, бітті. Осылай жауап бересіздер. Міне, былай қарасақ, 1 минутта кеткен жоқ. Одан да аз уақыт кетті ғой. Былай қарасақ. Екіншісіне. Күніне бір 50-ін істесеңіздер, мысалы, 4 күнде боласыздар сонда. Күніне 50-ден істесе 4 күнде, ары кетсе 5 күнде бітіруге болады да. Осы тапсырманы 50-ден істесек. Немесе суббота воскресенье 100-100-ден істеп тастасаңыздар 2 күнде бітіресіздер онда. Екіншісін істейік жарайды. Бірінші мына source тасам, UTF-8. Сосын suspicious тасам. Не дейді? Егер ол барлық еркін адамдар дауыстарын біріктіріп, оның ерліктерін жырлайтынына сенімді болса, ол Франция азаматтарын әлемдегі ең еркін етеді дейді. Ол үшін қысу не алдын алу болды, не азғындау арқылы кек алу болды дейді. Бір ыңғайсыз жазылған, бір түрлі. Так, suspicious'ты оқыдық. Енді source'ты оқимын. Егер ол барлық еркін адамдар дауыстарын біріктіріп, оның ерлігін жырлайтынына сенімді болса, ол Франция азаматтарын бүкіл әлемдегі ең еркін етеді. Онымен қысылу не алдын алу болды, не азғындау үшін кек алу болды дейді. Мына айырмашылығын бірінші сұраққа жауап берейік. Қазақшасында мен қате көріп тұрғам жоқ. Сонда біріншісіне қате көріп тұрған жоқ болса, 12 деп жазу керек. Екінші сұраққа 2-ден бастаймыз да, енді үшеуінің біреуін таңдау керекпіз.
егер ол барлық айырмашылығы неде өзінің? Осындай жер қиын да, қатты ұқсас болса текстер. Еркін адамдар дауыстарын біріктіріп деген сөз бар ма мына жерде? Біріктіріп, адамдар дауыстарын біріктіріп, ол бірдей екен мына жер. Оның ерліктерін жырлайтынына сенімді болса, оның ерлігін жырлайтынына сенімді болса, мына жерге дейін барлығы ұқсас екен. Ол Франция азаматтарын бүкіл әлемдегі ең еркін етеді дейді. Ол Франция азаматтарын әлемдегі ең еркін етеді. Ол мына жерде ұқсас екен. Сонда қай жер ұқсас емес сонда? Онымен қысылу не алдын алу болды, не азғындау үшін кек алу болды дейді. Ол үшін қысу не алдын алу, не азғындау арқылы кек алу. Бірдей ғой бәрі нәрсесі. Осындай болып жазылса, мысалы, тек точка запятойында айырмашылығы болса, міне, сіздерге ашып көрсетейін. Инструкцияны бағана толық оқығанымыз жоқ қой біздер. Кейбір жерлерін. Міне, ұқсас дегеннің 3 түрі бар дедім ба? Біреуі где-то 50%-дай ұқсас болса, жартысындай ұқсас, қалған мәтіндері ұқсас емес болса, онда мына бір деп жауап береміз та. Егер өте ұқсас болса, мына қазір біздерде қиын болып тұрғаны өте ұқсас немесе бірдей деген. Қандай кезде өте ұқсас болады? Өте ұқсас деген где-то 70-80%, 90%-ға дейінгі аралықта, 85% болса, мысалы, 4-5 сөз ұқсас емес, 20 сөздің 4-5-еуі ұқсас емес болып қалса, онда өте ұқсас деп жазуға болады. Ал 20 сөздің 19-ы тек біреуі ұқсас емес, 19-ы ұқсас немесе 18-і ұқсас, 2-і ұқсас емес болса, онда бірдей деп жауап беруге болады да, бірдей деп жазуға болады. Немесе 100% ұқсас болса, конечно, ол бірдей болады ғой. Бірақ мына жерде мен екеуі бірдей болып тұр ғой, менде қарасам, айырмашылығын көріп тұрғам жоқ. Сондықтан мен қандайлар бар еді? 23 дегенде бар ма еді? Жауаптарда. Иә, 23 болады да, сонда менің жауабым бұған. 23 деп жауап берем. Enter'ді басам да, сөйтіп сақтап қоям. Иә. Осылай сақтадым. Тексеріп көрем енді. Сақталды ма? Ашып көрем. 12-23 сақталды, дұрыс. Келесіне өтем. Бұл жерде де source ашамыз. Сосын suspicious system ашамыз. Так, оның үйіне мемлекет келді. Оның үйіне мемлекет келді. Мемлекет адам шығар. Ол бұрын оған нұсқау берген түсіну үшін, ол бұрын оған кальциферол сұрамаған еді. Бірақ оны орнатыңыз. Кәрі жезөкше оның өзінің асханасына апарып, оның бай мекенінде де оның қайғылы екенін түсінеді дейді. Так, бұл жерін оқыдық. Енді мынаны оқиық. Source. Оның үйіне келгенде, ол бұрын оған нұсқау берген білу үшін, мына жерде үтір жоқ. Анада үтір бар еді. Ол оны сұрамай-ақ оны тапты. Мынау сәл басқаша екен. Қарт бауыт оны асханасына алып бара жатып, оның да кедей мекеніне көргеніне қуанышты екенін айтты. Сәл басқашалау екен, иә? Кәрі жезөкше дегенде жоқ, мысалы. Жезөкше деген сөз жоқ мүлдем анада. Үтір, анада үтір жоқ. Қай жері ұқсас емес? Так, басынан бастайық онда. Оның үйіне келгенде, оған бұрын нұсқау берген білу үшін, ол оны сұрамай-ақ, ол бұрын оған нұсқау берген түсіну үшін,
ол бұрын оған кальциферол сұрамаған еді. Кальциферол деген жоқ. Кальциферол деген жоқ. Так. Берген білу үшін, анау түсіну үшін деген, иә? Білу мен түсіну тұр ана жерде. Ол оны сұрамай-ақ, оны тапты дейді. Оны тапты деген жоқ ана жерде. Мына жақта. Сұрамаған еді. Тапты деген сөз жоқ. Қысқасы мынау менімше мен былай жауап беремін бұған. Өте ұқсас деп жауап беремін. Ашайық. Қайтадан ашайық инструкцияны. Өте ұқсас деген бар мына жерде. Өте ұқсас екі мәтінде дерлік бірдей мағынаны білдіреді, бірақ маңызды айырмашылықтар бар. Жаңағы жезөкше деген, мысалы, маңызды айырмашылығы. Сосын кальциферол деген бар, тапты деген бар, мысалы. Солар жазылмаған біреуінде, екіншісінде жазылған. Өте ұқсас. Ұқсас болу мүмкін еді, егерде мәтіндеріміз азы, жартысы, тең жартысы ұқсас, қалған жақтар ұқсас емес болғанда, онда ұқсас деп жауап берер едім. Ал біздің жағдайда қазір мына жерде где-то шамамен 20 тексттің мысалы 16-сы ұқсас болып тұр да, 17-сі, 16-сы ұқсас болып тұр. Соның үшін ол ұқсас болар еді, егерде 10 шақтысы, 11-і дұрыс болса, ұқсас болса, 20-дан 20-дан 11-і немесе 10-і ұқсас болғанда, онда ұқсас деп жауап берер едім, 1 деп жауап берер едім. Ал менің жағдайымда қазір мына жерде мәтіндер шамамен 16-сы, 17-сі ұқсас болып тұр да, 20 текст деп айтсақ та, мысалы 20-дан. Онда өте ұқсас болады. Егерде 19 ұқсас болғанда, біреу немесе 18-і дым болмағанда, 18-і хотя бы ұқсас болғанда, онда бірдей деп жазуға болатын еді. 90% ғой, яғни 18-і деген. Бұл жерде бір үшеуін көріп тұрмын да, үшеуін көріп тұрмын ұқсас емесін. Сондықтан өте ұқсас деп жауап беремін мен. Сіздер басқаша жазуыңыз мүмкін. Объективні болу үшін мендей болу шарт емес сіздердің жауабыңыз. Өздеріңіз білесіздер. Еркіндік берілген да сіздерге. Так, біріншісі қазақшасының мен қателігін көргенім жоқ, сондықтан 12 деп жазамын бірінші сұраққа. Мына жерге 1, 2, 12 болады да сонда. Екінші сұраққа 2, өте ұқсас дегенім неше болады сонда? Инструкцияда өте ұқсас деген 2 екен, 22 деп жауап беремін да сонда. 22 болады сонда менің жауабым. Сохранить болсамыз. Сақталды. Бәрін жабамын. Бәрін жауып тастапты сол. Жаңағы үшінші ме еді? Үшінші ашып көрем. 11, 22 дұрыс болды. Төртіншісіне өтейік. Так, мынаны да ашайық. Бірдей нәрсе қосып тұр. Қарт доктор Спенсердің пасторатымен де солай болды. Ескі доктор Гардинер Спрингтің пасторатымен де солай болды. Иса Масихтың сол ескі қызметшілерінің көпшілігінің пастораттарымен де солай болды. Әлем оларға лайық емес еді. Так, бұл Саурс па? Саурста. Suspicious дегенді ашып көреміз. Қарт доктор Спенсердің пастораты да солай болды. Ескі доктор Гардинер Спрингтің пастораты да солай болды. Иса Масихтың сол ескі қызметшілерінің көпшілігінің пастораттарымен де солай болды. Олар дүние лайық емес еді. Так, дүние деген сөз жоқ еді мына жақта. Олар әлемді дүние деп аударған ғой, ана Google переводчик. Синоним сөздерін алады да, Google переводчик аударған кезде. Бір сөзді қайттан екі рет аударып көрсеңіз, мысалы, Google-да кейбір кездері әлем деп жіберуі мүмкін,
өзі, Google'дың өзі. Кейбір жерлерде ол дүние деп те алып жіберуі мүмкін да. Қайталанып, яғни бір сөзді қайттан ала бермейді да, ол не синонимдерін де қояды. Сондықтан мына жерде тек осыны көріп тұрмын, айырмашылығы. Қалған жерлерде айырмашылық жоқ. Айырмашылық бар ма? Басқа жерде. Басқа неге мына жерде үш қатар? Ескі доктор Гарден Спрингтің пастораттарда солай бұл Исемасовтың ескі көпшілігінің деген сөз бар ма? Қызметшілердің көпшілігі олар да сондай oldu. Лайық емес еді деген сөз бар ма? Лайық, олар дүние, лайық емес. Олар дүние лайық. Яқта олар әлем, оларға деген бар екен да мына жерде міне. Бір екі айырмашылық бар да бұған. Шамамен мынау 90% ұқсас қой. 95% ба сондай ұқсас болып тұр. Сондықтан мен бұған да 23 деп жауап беремін да. Сіздер басқаша жазуыңыздар мүмкін. Өте ұқсас деп жауап беруіңіздер мүмкін. Оқып көресіздер ғой. Мына жерде мен осылай жауап беремін. Біріншісі қазақшада қателік көріп тұрғам жоқ. Бәрі қазақша мәтіндер былай қарасақ. Екіншісі 23 деп жауап беремін. Өте ұқсас. Өте ұқсас емес, бірдей деген. 23 деген. 22 дегеніміз өте ұқсас деген. Ал мына жерде мен 23 деп жауап бердім. Ол дегеніміз бірдей деген мағынаны білдіреді. Так, енді тексеріп көремін. Сақталды ма? 12-23 дұрыс. Мына жауап жасайық. Шатастырады айтпесе. Қазір келесі текст ашқан кезде шатастырады да. Так, тағы бір тексеріп жіберейін. Сақталды ма? Сақталмады ма? Осылай тексеріп тұру керексіздер. Сақталмай кетсе, еңбек зая кетеді да. Күніме 12-23 дұрыс. Келесісіне өтемін. Бесіншісі. Suspicious. Suspicious'тен бастайық. Халла Банли құрбыларының назарын аударды. Ол алаңдауының нақты себебін айтпай кешірім сұрады. Бұл уақытта граф көшеде де, түнде, бақтарда да, басқа жерде де екі сұлуды көру үшін бұрылды. Бұл suspicious дегеніміз. Оқыдық. Енді source. Оның серіктері оның алаңдап тұрғанын көрді. Мына сөз жоқ, Ол алаңдауының нақты себебін айтпай кешірім сұрады. Осы уақытта граф көшеде де, түнде, бақтарда да, еш жерде де екі сұлуды қанша іздесе де қайтып оралмады. Сәл басқашалау екен. Так, Халамбали жоқ, біріншіден көріп тұрған құрбыларының назарын аударды. Халамбали. Оның серіктері оның алаңдап тұрғанын көрді деп қойды. Назарларын аударды деген жоқ мына жерде. Мүлдем. Өте ұқсас деуге кеп тұр қазірше. Ол алаңдауының нақты себебін айтпай, бұл бар екен, кешірім сұрады дейді. Себебін айтпай кешірім сұрады. Бұл уақытта граф көшеде де, бұл уақытта деген бар ма? Осы уақытта граф көшеде, осы деген, сәл айырмашылығы бар. Түнде бақтарда да, еш жерде де екі сұлуды қанша іздесе де қайтып оралмады. Екі сұлуды көру үшін бұрылды деп қойды. Оралмады деген жоқ. Төрттей айырмашылық көріп тұрмын ғой. Демек, өте ұқсас деген деп жауап беремін де бұған. Так, бұлар қазақшасы дұрыс. 12. Екіншісі 22 деп жауап беремін. 23 бола алмайды. Неге? Өйткені жаңа көріп тұрсыз, Халамбали жоқ біріншіден. Сосын жаңағы қайтып бұрылды деген сөздер жоқ. Мысалы, және қандай бір 4-5-еуіндей айырмашылық бар ғой, 4-5-еуіндей. Яғни 20-дан 15-і, 16-сы ұқсас болып тұр да. Ол дегені өте ұқсас. Сондықтан 22. Ал 20-дан
19-ы 18-ге ұқсас болғанда онда 23 деп жауап берер едім. Бірдей деген мағынаны білдіреді. Мына жерде осылай жауап беремін. Міне болдым. Тағы бір тексеріп жіберейін. Міне 11-22 дұрыс. Осылай жауап бересіздер. Келесісін көрейік. Міне болды 5-шісі. Енді инструкциясын бір қайталап өтіп кетейін. Қазір мынаны жауап жасайын. Мына шатастырады. Инструкциясын. Міне. Өте ұқсас, қандай кезде болады? Екі мәтін дерлік бірдей мағынаны білдіреді, бірақ маңызды айырмашылықтары бар. Жаңағыдай 1-2-3 4-5 айырмашылық отырса 20-дан 20-дан 4-5 айырмашылық отырса 20 сөзден шамамен. Сонда өте ұқсастық. Бірдей қашан болады? Екі мәтін бірдей немесе бір мағынаны жеткізеді. Тек стиль немесе сөздердің синонимдері айырмашылықтар болуы мүмкін. Яғни жаңа синонимдердің айырмашылығы дегені, ол дегені бағана көргеніңіздей дүние деп қойыпты біреуінде, екіншісінде әлем деп тұр. Синоним сөздерінде айырмашылық болып кеткен да. Ондай кезде оны да бірдей деп атаймыз. Стиль дегеніміз ол точка запятая. Біреуінде запятой қойылған, біреуінде запятой қойылмаған. Соларды стиль дейді. Точка қойылған біреуінде мысалы бір текстті екіге бөліп жіберуге де болады, точканы қойып, жаңа текст бастайды да, бірақ жалпы екеуі бәрібір ұқсас болып тұра береді. Ондай кезде де оны бірдей деп ала береміз, ондай неге қарамаймыз деген мағынаны білдіреді. Кейін мәтіндердің біреуінде маңызды ақпарат жетіспеу немесе екі мәтін бір-біріне қарама қайшы болмау керек дейді. Маңызды ақпарат жетпей тұрса да, онда өте ұқсасқа жатады да, мынадан түсіп кетеді төмен қарап. Жалпы маңызды ақпараттың бәрі жеткілікті болып тұр, және бір-біріне қарама қайшы болып тұрған жоқ. Қарама қайшы дегені, мысалы біреу бір текстте жүгіріп бара жатыр десе, екінші текстте отыр десе, қозғалмай отыр десе, онда бір-біріне қарама қайшы болып тұр ғой. Біреуінде отыр, біреуінде жүгіріп бара жатыр деген сөз бар да. Халламбале мысалы. Халламбале жүгіріп бара жатыр десе, екіншісінде Халламбале отыр қозғалмай десе, онда бір-біріне қарама қайшы. Ол кезде Халламбале ұқсас қой деп, Халламбале деген сөз бар, анада да Халламбале деген сөз бар деп, екеуін не қылып бірдей деп жазып жібермейміз та, сол Халламбале ұқсаған үшін. Екеуі қарама қайшы болып тұр бір-біріне. Сондықтан ондай кезде біз бірдей деп алмаймыз. Ондай қарама қайшы сөздер болса, ол онда түсіп кетеді келесісіне. Өте ұқсас болуы мүмкін, немесе ұқсас болуы мүмкін. Ұқсас дегеніміз өте ұқсасқа ұқсас екеуі де, тек қана айырмашылығы, егерде жаңа бағанағы айтқанымдай 20 сөз болса, жаңағы бір мәтінде, соның тең жартысы шамамен 50-60% ұқсас болып тұрса, 11-і 20-ның тең жартысы 10 ғой. 10 немесе 11 мәтін, немесе 9 мәтін, 9 сөз, 10 сөз, немесе 11 сөз ұқсас болып тұрса, қалған 9-ы, 8-і ұқсамай тұрса, онда оны ұқсасқа жатқызамыз. Ал егерде сол 20 сөздің, жаңа үлкен мәтіннің ішінде 20 сөз бар, соның шамамен 15-і 10-нан жоғарысы да, 15, 14-і, 16-сы ұқсас болып тұрса, онда оны өте ұқсасқа жатқызамыз. Түсікті ғой, ұқсамайды, енді өздеріңіз білесіздер, оны ұқсамайды, шынымен де бағана көрсеткенімдей, бір мәтін басқа нәрсені айтып тұр, екінші мәтін мүлдем басқа нәрсені айтып тұр, сондай кезде ұқсамайды жазамыз. Бірақ ұқсамайды да кейбір сөздер қайталануы мүмкін. Біреуінде бара жатыр десе, екіншісінде де бара жатыр деген сөз болуы мүмкін. Бірақ жалпы екеуі ұқсамайды, басқа нәрсе бара жатыр. Танкі бара жатыр десе, біреуінде, екіншісінде адам бара жатыр дейді. Бара жатырлар деген сөздер ұқсас болғанымен, бірақ екі мәтін екі түрлі ақпарат қой. Біреуінде адам бара жатыр, біреуінде танкі бара жатыр. Сондықтан ол ұқсамайдыға жатады ол кезде. Ұқсасқа жатпайды. 50% ұқсас деп қаласыз, 50% ұқсас деп ойлап қаласыз ғой. Мысалы, бара жатыр деген сөз бар, екіншісінде де бара жатыр деген сөз бар. Бірақ мағынасы жағынан қарасаң, анада адам бара жатыр деп қойыпты бірінші мәтінде, екінші мәтінде танкі бара жатыр десе,
50% ғой мына ұқсастығы. Бара жатырды есептесеңіз 50% ол. Бірақ сонда да ол ұқсасқа жатпайды. Өйткені ол мүлдем басқа тексттер екеуі бір-біріне қарама-қайшы. Ұқсамайтын тексттер бір-біріне. Адам туралы айтылған, екіншісінде танк туралы айтылған. Ондай кезде ұқсамайтын таңдайсыздар. Енді түсіндіре алғанша түсіндірдім. Жетекшім осы шамамен осылай жазып берген еді маған. Осындайға келісіп тоқталдық біздер. Осының қазақшасын жаңа қазақша сөйлейтін жаңа эксперттер дейміз ғой сіздерді. Эксперттерге түсіндіресің, өзің видео жасайсың, сөйтіп сол видеода түсіндіресің деп айтқан еді маған, міне жасадым. Кейін сұрақтарыңыз болса, менен сұрай бересіздер ғой. Барлықтарыңызға денсаулық, жаңа жылда табыстар тілеймін. Қош, сау болыңыздар.